Сәлем достар, сіздермен Даулет Бисултанов. Бүгін сіздерге YouTube'тан видео көру арқылы ақша табу тәсілін көрсетемін. Ешқандай ақша салымсыз. Сізде осылай ақша табу үшін осы видеоны міндетті түрде толық көріп, лайк басып, каналға подписка жасауды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Ал енді біздің ақша табатын сайттың аты forum.org деп аталынады. Бұл жерде біз исполнителю дегенді таңдаймыз. Бұл жерде біз өзіміздің жеке парақшаларымыз арқылы ақша табуымызға болады. Яғни жеке парақша дегеніміз YouTube, Instagram, ВКонтакте, Twitter осылардың барлығын қолданып, жақсы ақша табуға болады. Енді мына жерде біз регистрация дегенге басамыз. Одан кейін мына жерге өздеріңіздің логиндарыңызды жазасыздар, парольдарыңызды қайталайсыздар. Одан кейін яғни робот зарегистрироваться басамыз. Регистрация жасап болғаннан кейін мынау сіздердің жеке кабинеттеріңіз. Мына жерде өздеріңіздің имейлдарыңыз тұрады. Одан кейін қарасаңыздар, мына жерде блог, Twitter, одан кейін мой мир, YouTube, Instagram деген бар. Енді қараңыздар, форумдардың өзінде бізге мысалы оплата деп жазылып тұр. Мына жерде әрбір заданияға 150 рубль, 22 рубль, 52 рубльға дейін төлейтін заданиялар бар екен. Мына жерде қарайтын болсақ, заданиядан мысалы 1000 заданиядан 188 задания уже орындалған, яғни адамдар осы заданияны орындап ақша тауып жатыр деген сөз. Енді мына жерде бізде сол жағында исполнитель деген бар, осыны таңдаймыз. Одан кейін мына жерде ең керегі бізге YouTube, Instagram, одан кейін мой мир осыларды қолдануға болады. Сол арқылы ақша табуымызға болады екен. Енді мына жерде мен қазір көрсететін схема YouTube, сондықтан да YouTube'ты басамыз. Одан кейін мына жерде поиск заказов дегенге басамыз. Енді достар, қарап тұрсаңыздар, за просмотр видео бізге 450 рубль төлейді, 453, 375-ке дейін төлейді екен. В среднем 4 рубль деп алайық бір видеоға. 4 рубль дегеніміз 22 теңге. Сол кезде бізге бір видеоны көргенге лайк басқанға шамамен 20 теңге төлейді екен. Егер де 10 видео көретін болсақ, ол дегеніміз 200 теңге. Сол кезде 10 минуттың ішінде 200 теңге ақша табуымызға болады. Өте керемет схема, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді осы заданияларды орындап ақша табу үшін мына жерде сол жағында мои аккаунты деген бар, соған басамыз. Добавить аккаунт деп. Мына жерге өздеріңіздің ссылка на аккаунт деп тұр, өздеріңіздің YouTube аккаунттарыңыздың ссылкасын қоясыздар. Ол мына жерге таңдайсыздар, мужской, женский деп. Одан кейін достар, мына жерде зайти в мой канал. Егер де сіздерге түсініксіз болса, мына жерде пример ретінде барлығы көрсетілген. Мысалы осыған басайық. Міне мына жерде настроить вид канала деп тұр, осының барлығы. Осы жерде көрсетілген. Одан кейін сіздерге мына проверочный код деп тұр, осыны қою керек болады. Мына жерде тағы пример бар. Міне осы жерге қойылады. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Одан кейін барып применить деп басамыз, болды, біздің канал дайын. Енді мына жерде заданияны орындайық. Подписаться на канал деген бар, осыған кіреміз. Достар, осы заданияны телефон арқылы да орындауға болады. Ол үшін зайти на YouTube, өздеріңіздің YouTube приложенияларыңызға кіресіздер. Одан кейін поискқа формат А1 дегенді. Именно осыны скопировать етіп поискқа жазамыз. Одан кейін осы канал шығады. Канал шыққаннан кейін мына жерде көрсетілгендей подписаться дегенді басамыз. Өте оңай. Каналды көріп шығасыздар. Ең соңында телефон арқылы скриншот жасайсыздар да осы жерге жібересіздер. Оң жағында қарасаңыздар, мына жерде задание деп тұр, запланировано 1212, на исполнение, яғни орындап жатқан адамдардың саны 656. Яғни сіздер де осымен қатар орындай аласыздар. Бұл үшін оплата подпискаға 18 теңге төленеді. Енді тағы бір посмотреть видео деген заданияға басайық. Бұл жерде қарасаңыздар, міне что делать дегенді оқимыз. Міндетті түрде мына жерде бірінші жазылып тұр, написать в поисковой строке bitbon купить деп тұр. Міне bitbon купить деп поиск деп жаздым. Одан кейін осы страницаны скриншот жасаймыз. Одан кейін найти по этой подсказке и нажать на видео как купить биткоин с помощью advanced cash деп тұр. Ол мына тұрған бірінші видео, осыған басамызда скриншот жасаймыз. Одан кейін осы жасаған екі скриншотты жібереміз. Сол арқылы бізге 375 рубль ақша төлейді екен. Запланировано мына жерде қарап тұрсаңызда 560 задания, соның ішінде 339 задания орындалып жатыр екен. Өте керемет, осы заданияларды сіздерде осылай орындауларыңызға болады. Толығымен сіздерге көрсеттім. Сонымен қатар достар, барлықтарыңызда ВКонтакте аккаунт бар деп ойлаймын. Ол жерде де поиск заказов деп басамыз. Енді қараңыздар, мына жерде вступить в группу деп тұр и сделать репост. Сол үшін бізге 3 рубль ақша төленеді. Сонымен қатар комментарий қалдырғанға 220 рубль төлейді. Одан кейін вступить в группу 220 рубль төлейді. Қарап тұрсаңыздар, бұл жерде де өте жақсы ақша төленеді екен.
мына жерде мысалы 11 рубль ақша төледі. Енді осы заданияны орындау үшін бізге мына жерде мои аккаунты дегенге кіреміз. Добавить аккаунт деп басамыз. Одан кейін мына жерге добавить аккаунты деп өздеріңіздің жеке ВКонтакте аккаунттарыңызды қосасыздар. Енді осы заданияны қарайық. Вступить в группу басамыз. Что делать дегенді оқимыз. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, өздеріңіздің жеке аккаунттарыңыз болу керек, ешқандай фейк аккаунт емес, тек қана өздеріңіздің жеке қолданатын аккаунттарыңыз. Сол арқылы ғана ақша табуға болады. Мына жерде осы аккаунтқа подписка жасап, скриншотты жібереміз. Сол арқылы осылай ақша табуға болады. Қарап тұрсаңыздар, заданияда мына жерде запланировано 1200 на исполнение, яғни 1000 адам осы заданияны қазір орындап жатыр. Әлі де 180 осындай заданияны орындауға болады. Бұл жерде достар, біз ақшаны WebMoneyға шығарып аламыз. Ол үшін мына жерде өзіміздің WebMoney кошелегімізді жазамыз. Егер де сіздерде жоқ болатын болса, онда осы WebMoney сайтына кіріп, ссылкасы видеоның астында болады. Мына жерде регистрация жасайсыздар. Регистрация өте оңай және де тез. Мына жерде телефон код страны Казахстан деп таңдаймыз. Одан кейін өздеріңіздің телефон номерларыңызды жазасыздар. Капчаны жазып, далее басамыз. Болды, біздің жеке WebMoney кошелек ашылды. Одан кейін осы жерге соның данныйларын жазамыз да применить басамыз. Ешқандай қиындығы жоқ, достар. Осы арқылы сіздер ақшаларыңызды өте оңай түрде шығарып алуларыңызға болады. Одан кейін достар, көбінің сұрайтыны, қалай осы тапқан ақшаны өзіміздің жеке Каспи Голд немесе картаға, кивиға шығарып алуға болады. Соны сұрайды, сондықтан да қазір көрсетемін, мұқият болыңыздар. Ол үшін осы Best Change деген сайт бар, осы сайтқа кіреміз, ссылкасы видеоның астында болады. Одан кейін жаңағы біздің WebMoney бар. Сол жерде мысалы ақша таптық, VMR деген жерден мысалы осыны таңдаймыз. Одан кейін ары қарай қарасыңыздар, мына жерде Visa, MasterCard, KZ деген бар. Немесе Каспи банк болса, Каспи банк деп таңдаймыз. Енді мына жерде осы сайттар арқылы біз өзіміздің жаңағы WebMoneyдағы ақшамызды жеке Каспи Голд картамызға шығарып алуға болады екен. Міне осы сайтқа қазір кірем. Енді менің WebMoney'імде ақша бар деп есептейік. Одан кейін енді өзіміздің жеке картаға қалай ауыстыруға болады. Мына жерде Visa, KZ дегенді таңдаймыз. Одан кейін WebMoney өзіміздің кошелегіміздің номерін жазамыз. Мына жерге өздеріңіздің жеке Каспи Голд карталарыңыздың номері немесе басқа банктың картасының номерін жазуға болады. Одан кейін админ жасаймыз. Сол кезде біздің жеке картамызға ақша міндетті түрде түседі. Ал енді сіздерге осы сайт арқылы қалай ақша табуға болатынын көрсеттім. Сонымен қатар сол ақшаны қалай өздеріңіздің Каспи Голд немесе басқа банк картасына шығарып алуға болатынына дейін. Сондықтан да осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, және де жаңа схемаларды бірінші болып көру үшін осы каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Даулет Бисултанов. Көп рахмет, сау болыңыздар.